ерекше дәмді болатын және өте оңай дайындалатын ыстық тамақтардың бірін дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттарымыз: жұқа етіп туралған картоп және қызанақ, жұқа етіп туралған, ұсақтап туралған пияз және де тартылған ет және де майонез керек болады. Бірінші табамызды жақсылап майлап аламыз. Картоптарымызды табамыздың үстіне теріп шығамыз. Бір қабат етіп теріп шығамыз. Оның үстіне аздап тұз сеуіп, майонезімізді жағып шығамыз. Келесі тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды салып, оның үстіне тұз, бұрышымызды салып, араластырып аламыз. Ал егер сіз бұлай дайындауды қаламасаңыз, бірінші тартылған етімізді картошкамыздың үстіне салып, оның үстіне пиязымызды салып шықсаңыздар болады. Ал маған дәл осы видеодағыдай дайындаған ұнады. Енді дайын болған тартылған етімізді картошкамыздың үстіне салып шығамыз, дәл видеодағыдай қылып. Енді тартылған етіміздің үстіне тағы да картошкаларымызды теріп шығатын боламыз. Оның үстіне де аздап тұз сеуіп, майонезімізді жағып шығамыз. Оның үстіне туралған қызанағымызды теріп шығамыз. Оның үстіне тағы да майонезімізді жағамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған печкамізге 35-40 минут пісіріп аламыз. Ең басты тартылған етіміз бен картопымыз пісіп шыққаннан кейін үккіштен өткізілген ірімшігімізді үстіне сеуіп, печкамізге және 5 минутқа пісіріп аламыз. Сонымен ыстық тамағымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.